Сәлем сұлулар, бүгін мен сіздермен ұнсыз жұмыртқасыз дайындалатын өте дәмді бәліштің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен табағымызға кефирімізді құйып, оның үстінен қантымызды саламыз. 1 шай қасықты ас содасының үстінен яблочный уксусты құйып жіберіп, осылай ерітіп аламыз да, оны да массамызға салып жібереміз. Оның үстінен манная крупамызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Арасы іріткі болмауы қажет. Енді листімізге мен осылай пергамент қағазына төсеп алып, оның үстінен массамды құйып алатын боламын. 180-170 градуста 35-40 минуттай пісіріп алыңыздар. Өте дәмді әрі тез дайындалатын бәліштеріміздің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген қарапайым рецептерді қазақ тілінде таба аласыздар. Сіздермен болған